Ауыт Мұқибектің Facebook парақшасынан алынған жазба. Ақша құрысын. Дина қызға хат. Қытайдың саяси лагерінде отырып шыққан Дина қарындасымның әңгімесін соңына дейін тыңдап шықтым. Соңғы 3-4 жылдың көлемінде Серікжан Біләшұлының жүргізген мұндай сұхбатынан әлденешеуін тыңдадық қой. Алғашқы сұхбаттар жүрекке өте ауыр салмақ салды. Шынымды айтсам, 5-6 сұхбаттан кейін тыңдауды доғардым. Жасыратыны жоқ. Ұйқым қаша бастады, қорқынышты түстер көбейе түсті. Тіпті жылап жатып оянған күндерім болды. Динаның лагердегі кешірмесін көріп отырып, осы жерде бір мәселені айта кеткім келді. Қытайдың қысымы, ондағы қазақтардың тағдыры жүрегі еттен жаралған әр қазақты ойлантпай, абыржытпай қою мүмкін емес әрине. Сөз Серікжан Біләшұл туралы. Дау жоқ. Қытай концлагерінің сырын ашуда оның еңбегі бірінші орында. 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан ұлт-азаттық көтерілісінің шындығын кезінде ешкім айта алған емес. Неге? Тәуелсіз мемлекетің болған жоқ. 3 жылдан кейін Мұхтар Шаханов Москвада Горбачевтың алдында сол шындықты жайып салды. Егемендіктен кейін жұрт жамырап жаза бастады. Бірақ желтоқсан көтерілісі туралы ашылмаған сыр әлі де бар секілді. Қазір жағдай басқаша. Тәуелсіз үлкен мемлекетіміз, оның берген сөз еркіндігі бар. Бүгін шындықты дәл уағында айтуға мүмкіндігің толық. Демек, бар шындық өз уағында және ашық айтылуы керек. Серікжан Біләштің еңбегін біз мойындағымыз келіңкіремейтін шығар, бірақ бүкіл әлем оның ерлігін 2 күннің бірінде айтып жазып жатыр. Қытай қазақты менің Ағеділ мен Маралтай құрдасым секілді деп ойлап қалған болуы мүмкін. Арақ берсең мұрны терлеп, көзі жыпылықтап, мойныңа ашылып ше береді, немесе арқаға қағып сыйлық берсең ала береді деп. Оның әлем таныған, танып қана қоймай мойындаған елбасысы, президенті және Серікжан бастаған батыр ұлдарының бар екенін қайдан білсін. Айтайын дегенім бұл емес. Серікжан Біләшұлын ел сынап, мінеп, тіпті ащы сөздермен боқтап жатады. Ал мен ол тапта жоқпын. Шынымды айтсам, бүгін мен оны қатты аяп кеттім. Елдің қарсы пікіріне бола емес, шыдамдылығы, төзімділігі үшін. Иә, Серікжан Біләшұлының үні қатты, тілі удай ашты шықты бір кезде. Бірімізді қалдырмай сыбап сынады, бір рет емес бірнеше мәрте. Жұртты теңемеген жәндігімен қайуаны жоқ. Әсіресе зиялы қауымды. Серікжанның сынының қасында Абай атамдікі айналайын боп қалды. Өз басым оған өкпелігім жоқ. Себебі, біріншіден, ол өз жеке басының қамы үшін емес, соры қайнаған қазақтың тағдырына жан-тәнімен беріліп күйінді. Екіншіден, таң атқаннан кеш батқанға дейін лагерге қамалып шыққан адамдармен бетпе-бет отырып, мынандай аянышты әңгімелердің бірінен соң бірін тыңдау ет жүректі пенде үшін өте ауыр күйзеліс әкелері, кегіңді асқындырары анық. Үшіншіден, ол әр күні 15-16 сағат, тіпті одан көп уақыт жұмыс істеді. Жан жағынан шырылдаған телефон, балағынан тартқылаған қарсыластар, бәрі оның ашу ызасын, кегін қорғасындай қайнатқаны анық. Ашынғанның тілі ашты деген осындайдан шықса керек. Міне, Дина қыздың сұхбатын тыңдап отырып, 4-5 жерінде көзіме жас алып, еңкілдеп жылап кеттім. Әсіресе, әжесі іздеп келіп, темір тордың екі жағында 5 минут үнсіз тұрған сәті бауырымды езіп жібергендей болды. Негізі жасы 50-ден асып, біраз нәрсеге көзі жеткен, ақыл тоқтатқан, өмірдің біраз ыстық суығынан басынан өткірген, біз секілді адамдардың анау-мынауға жылай қоюы қиын қазір. Күлуі де оңай емес. Тек өте қуанышты немесе өте аянышты сәттерде ғана болмаса. Амал не? Бүгін таң атпай жатып жыладым мен. Еңіреп тұрып жыладым. Өксіп жыладым. Дина қыз, сен менің қатып қалған көз жасымды селдей ағыздың ғой. Шынында Серікжан Біләштің жүйкесі темір екен, төзімді жігіт екен. Аман болсын батырым. Құрысын, Динаш, ақша құрысын. Екінші көрмегенің сол Иван болсын. Егер ақшасыздықтан адам өлсе, шеттен келген қазақтардың ішінде ең алдымен менен кейін Мұқаш Қожахмет ұлы өлер еді. Өзіңді айтыпсың ғой, миым істемейді. Қытайға сонша неге жабысып қалғам деп. Өте дұрыс сөз, айналайын. Әттең, Қытайдағы бәр қазақ осы тәубеге келсе екен деп тілеймін. Бәрін құртқан сол қу ақша, боқ дүние. Қытайдың жоғары жалақысы мен зейнетақысы. Одан қала берсе, арзан тауары. Құдай-ау, қасиетіңді 1000 мәрте айналайын Қазақстан. Міне, 30 жыл болды.
сіздерге есігін айқара ашып қойып отырғалы. Екі дүниенің қызығын көргір елбасы Нұрсұлтан Назарбаев шеттегі қазаққа кел деуден бір таңған емес. Тіпті үкіметтің бюджеттен 20 мың отбасына квота бөлген жылдары да болдау шіркін. Айта берсең сөз көп. Қазақстан тәуелсіздік алып, елордасы арқа төсіне көшкенде құрылыс салу жұмысы қызу жүрді. Бүкіл демей-ақ қояйын, кемінде 80% құрылыс материалы Қытайдан келді. Оны тасығандардың жуан ортасында сіз секілді қандастарымыз жүрді. Қазақтар қатты байыды. Соның көбі кейін Қытайға қайтып кетті. Табалағаным емес ол. Сол қыз жігіттердің көрген күні құрысын. Тапқаны өз бастарына тоқпақ болып тигені еміс-еміс естіліп жатырмыз. Үкімет тартып алып ақшаларын. Айтпақшы, міне өзіңді айтып отыр екенсің ғой, бүкіл компанияны күйретіп деп. Қазір көзім жетті. Біздің қалтамыз тесік болғанмен, Қазақстанда аш-жалаңаш қалмай, жарқылдап жүргеніміздің бірақ сыр бар екен. Біз отанымыз Қазақстан мен оның халқын жан-тәнімізбен сүйіппіз. Бар болғаны сол махаббат біздің көзімізді тұмшалап, Қазақстаннан басқа ештеңені көрсетпей тастаған. Қазақтың қасиетті қара топырағы біздің кіндігімізден тартып, байлап матап алған. Қазақстанның ағашының бұтағы қисық, жапырағы тесік екен деген қандастарымызбен таңға төбелестік қой біз. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстанға мұрын шүйірген қазақ екі дүниеде де оңбайды. Менің көзім соған анық жетті бүгін. Динаш, қарағым, сенің тағдырың Қытайдағы қазақ кәсіпкерлерінің қазір қандай күйде екенінің анық көрсетіп берді бізге. Ақша табылады. Алдымен жаның аман болсын. Әнеу Құдай бере салған балапаныңның өмірін тіле. Алла саған алтындай адал жар сыйлапты. Соның қадіріне жет. Ақша құрысын. Бар болғаны 53 мың юан екен ғой банктегі қарызың. Астымда машинам болса, ойланбай сатып, мен-ақ төлеп бере салар едім. Ренжіме, болыңқырамай тұр. Әжем бақты депсің өзіңді. Әже баққан бала жаман болмайды. Қайырымды, мейірімді болады. Айына 17 мың ақш долларын тауып, шалқып жүрген кезіңде, қолың ашық болып, жарлы мен жақпайға, жетім мен жесірге, кәріп кәсірге, жоқ жітікке қол ұшыңды беріп жүрген боларсың. Оның сауабы жерде қалмайды. Бүгін болмаса, ертең сап етіп оралады айналайын. Қандас бай, аға апайларың мұнда жыртылып айырылады. Кім біледі, мына сұхбатты естіп, көз жасыңды көрген бір кәсіпкер ағаң не апайың, болмаса бір замандасың, 53 мың юан көлеміндегі ақш долларын төп еткізіп, алдыңа тастай салатын шығар. Қазақстанның халқы жомарт, пейілі кең. Кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай атаң жайлы керемет мақаласы шықты. Жұрт қазір рухани жаңғыру үстінде. Шеттен оралған қандас ағайындар да ауқаттылар көп. Олар бұрын атақ шығару үшін айдалаға тас орнатып, ат шаптырып ақша шашатын. Қазір олар Қазақстанның бос қалған ауылдарын жаңғыртып құрып, шеттегі қазақтарды сонда көшіріп аламыз деп жоспарлар құра бастапты. Міне, бұл ұлттық сана сезімнің биіктей бастағаны. Бұрынғыдай емес, әсіресе тоңмойын, сөз тыңдамайтын бірен сараны болмаса, көбі саяси мәдениет қалыптасып келеді. Ең алдымен ақша құрысын. Тәуелсіз отаның болғанына 1000 мәрте тәубе қылшы, Дина қыз. Әне, өзің айтып отырсың, Қазақстанда туысы барлар босатылады деп айтыпты ғой. Қазақстанда, Дина, сенің қасиетті Қазақстаныңда, білдің бе? Серікжан Біләш ағаңның арыстандай ақырған дауысы сол алып Қытайыңды дірілдетіп жіберген жоқ па? Сол дүмпу ғой сендерді бостандыққа алып шыққан. Міне отан, міне жоқтаушы, міне бақыт деген осы, Динаш. Ақша құрысын. 11 қаңтар 2020 жыл, Нұр Сұлтан қаласы.